Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. Пәннен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Қай суретке ауырлық күшінің векторы дұрыс кескінделген? Ең бірінші біз ауырлық күші туралы айтайық. Мысалға мынандай бір төртбұрышты дене столдың бетінде жатсын дейік. Бұның ауырлық күші мына массалар центрі болып табылады, яғни мына нүктеге дененің массалары жинақталады деп аламыз. Осының ауырлық күші бізде тік төмен қарай бағытталады. Мынау ауырлық күші тік төмен бағытталады. Ол бізде бірінші жағдай, яғни А варианты болады. Ал мына жағдай бізде қараңыздар, мынау да тік төмен, бірақ бұл мына дене мен столдың арасында, яғни тіреу ғой мынау. Бұл бізде салмақ деп аталады. Келесі кеттік. Келесі суретте әртүрлі заттардан жасалған үш дене көрсетілген. Олардың тығыздықтары: ро бетон 2200 кг бөлінген метр куб, ро гранит 2600 кг бөлінген метр куб, кварц 2650 кг бөлінген метр куб. Ең кіші массаға ие денені табыңыз. Бізде қарасаңыздар, мына жерде денелердің көлемдері бірдей. Значит, бізде массаны табудың формуласы ро еді ғой. Денелердің көлемі бірдей болады, ал тығыздықтар әртүрлі. Тығыздығы ең кіші дененің, значит, массасы да кіші болады деген сөз. Бізде тығыздығы ең кіші дене ол көріп бетон. Ол жауап бізде бірінші дене деген сөз. Келесі. Жүріп келе жатқан адам жолдың ернеуіне сүрінген кезде ол бізге алға қарай құлайды болады. Жауабымыз С. Яғни біз жүріп келе жатамыз, сүрініп кеткен кезде алға қарай шалқаямыз ғой, соны айтып жатыр ғой. Келесі 4. Күнделікті өмірден инерция құбылысына екі мысал келтіріңіз. Бірінші, автобус лезде тоқтаған кезде адамдардың алдыға қарай шалқаюы, бұл бізде инерция құбылысы, яғни өздерінің бастапқы қалпын сақтауы. Келесі, қыс мезгілінде аяқтан қаққан кезде қарлардың аяқтан түсіп қалуы. Осы екі мысал. Келесі, неліктен жолға мұз қатқан кезде автокөліктің тежелу жолы өте үлкен болады? Жол апатын қалай құтылуға болады? Жалпы автокөліктің тежелу жолы не үшін үлкен болады? Себебі автокөлік дөңгелегі мен жол арасында үйкеліс азаяды. Ал енді жол апатынан қалай құтылуға болады? Ең бірінші ол автокөлік дөңгелегі мен жол арасында үйкелісті арттыру керек, мұзға құм шашу арқылы. Ал екінші әдіс автокөліктің массасын арттыру керек, сол кезде үйкеліс артады. Суретте бос мензурка сұйық құйылған. Мензурка және мензуркадағы сұйыққа бірдей шарлар салынған сурет көрсетілген дейді. Суретте берілген мәліметтер бойынша сұйықтың тығыздығын анықтаңыз дейді. Біз бірінші сұйықтың массасын анықталайық. Бізде берілгені бойынша сұйықтың көлемі 40 см куб. Міне, 40-қа кеп тіреліп тұр ғой сұйық, сонда 40 см куб. Енді бізге сұйықтың массасын анықтау керек қой. Сұйықтың массасы бізде қараңыздар. Мына суы бар мензурка 240 грамм, ал бос мензурка 200 грамм. Енді маған сұйықтың массасын табу үшін 240-тан 200-ді азайтам. Сонда менде 40 грамм болады. Бұл бізде сұйықтың массасы. Бізге сұйықтың тығыздығын табу үшін массаны көлемге бөлем. Сонда 40 граммды бөлемін 40-қа. 40-ты 40-қа бөлсеңдер, сонда 1 грамм бөлінген сантиметр куб болады сұйықтың тығыздығы. Бір шардың көлемін және массасын және шар жасалған материалдың тығыздығын табыңыз дейді. Енді ең бірінші бізге бір шардың көлемін тауып алайық. Енді қараңыздар, 40 сантиметр куб болды ғой су. 5 шар салынды ғой. 5 шар салынған кезде 70 болды. Енді менде шарлардың жалпы көлемін табу үшін не істеймін? Міне, 70-тен азайтамын 40-ты. Сонда шарлардың жалпы көлемі 30 сантиметр куб болады. Менде жалпы бір шардың көлемін анықтау үшін 30-ды 5-ке бөлем. Менде 5 шар ғой себебі. 30-ды 5-ке бөлсеңдер 6 сантиметр куб болады. Бұл бізде бір шардың көлемі. Бізге шарлардың массасын табуымыз керек енді. Қараңыздар, суы бар мензурка 240 грамм. 5 шар салған кезде оның массасы 474 грамм болды. Менде сонда жалпы массаны тауып аламын ғой. Жалпы масса 474-тен 240-ты азайтқанға тең. Ол менде 234 грамм болады. Бұл бізде жалпы шарлардың массасы. Менде бір шардың массасын табу үшін осы жалпы шардың массасын 5-ке бөлем. Менде 5 шар еді ғой. 234 граммды
5-ке бөлем, менде бір шардың массасы шығады. 46-да 8 грамм. Бұл бізде бір шардың массасы. Ал енді маған табу керек шар жасалған материалдың тығыздығын. Тығыздық табу үшін білеміз, шардың массасын көлемге бөлем. Менде 46-да 8 граммды бөлемін 6 сантиметр кубқа. Есептейміз. 7-де 8 грамм бөлінген сантиметр куб болады. Келесі есеп. Суретте серіппенің қатаңдығын анықтау жолы көрсетілген. Серіппенің ұзаруын анықтаңыз дейді. Қараңыздар, мына серіппелердің жанында линейка тұр. Бастапқыда оның ұзындығы не болып тұр? L0 1 сантиметр. Ал ұзарған кезде оның соңғы ұзындығы 3 сантиметр. Бірақ бізге оның ұзаруын тап деп тұр, яғни дельта x. Дельта x деп отқандарың L минус L0. 3 азайтылған 1, ол менде 2 сантиметр. Немесе метр түрінде жазатын болсаңдар 100-ге бөлесіңдер, 0,2 метр болады. Келесі, жүк салмағын анықтаңыз дейді. Бізде қараңыздар, массасы қанша екен? 2 килограмм екен. Бізде жүктің массасы 2 килограмм. Бізге салмағын анықтау керек. Салмақ бізде mg формуласы бойынша 2-ні 10-ға көбейтетін болсаңдар 20 ньютон болады. Келесі, серіппенің қатаңдығын анықтаңыз дейді. Бізде қатаңдықтың формуласы F-ті дельта x-қа бөлінгенге тең болады. Енді F-тің орнына мен салмақты ала берем. Бөлінген дельта x, сонда 20-ны бөлемін 0,2-ге. 1000 ньютон бөлінген метр болады екен серіппенің қатаңдығы. Келесі, графикте серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік көрсетілген. Серіппенің қатаңдық коэффициентін анықтаңыз. Біз білеміз, қатаңдық табу үшін F-ті дельта L немесе дельта x-қа бөлеміз. Бізде дельта L беріліпті. Қараңыздар, мына нүктені алдым, осыдан перпендикуляр дельта L-ға түсірем. 0,6 болып тұр ғой да. Күшке перпендикуляр түсірем. Менде сонда күшім 3 ньютон болып тұр. Ал дельта L-ым 0,6 болып тұр. 3-ті 0,6-ға бөлеміз. Ол менде 5 ньютон бөлінген метр болады. Осымен TGB талдау аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жазын басып қой.